Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіз. Бүгін кіріктірілген ұйымдастырылған іс-әрекет. Тақырыбымыз ұлттық құндылықтар. Ұлттық құндылықтармен таныстыру. Кім? Асылхан, айтшы, бір жылда неше ай бар? Bir жылда 12 ай бар. Қазір жылдың қай мезгілі? Ардақтың? Көктем. Көктем мезгілінде неше ай бар, Адина? Көктем мезгілінде 3 ай бар. Жарайсың. Ал бір аптада неше күн бар, Нәрмен? 7 күн. Атап берші қандай? Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Жарайсың, Нәрмен. Балалар, келеміз, жарты шеңбер болып тұрамыз. Балалар, ұлттық құндылықтармен танысып өтейік. Нәрмен, ұлттық аспаптар туралы қандай аспаптар бұл? Домбыра, асатаяқ, жетіген, домбыра. Ұлттық аспаптар туралы Нәрмен тақпақ айтып берші. ұлы халқым жеңіп шыққанша әнге көңілмәс, білмелі аспап тобына жата деген жел болады. Жарасында әніміз домбыра, қобыз сәніміз, тартымды күйді түрмектен ойналса егер шаң қобыз. Жарайсың. Ажарқын айтып берші ұлттық аспаптар туралы тақпақтар. Ағашқа тиіп кетеген шек заты шертеген, үнін нәзік жағында аспап түрі шертеген. Адина айта берші. Басында темір сындырмақ көрек тіктесі бір таяқ, сақап қырқап ойналар, аспап түрі асатаяқ. Жарайсыңдар балалар. Ұлттық киімдер туралы. Күлем, сап киімшек, айырқапақ, Келіншек, кешек, ұлттық жиһаздар. Қандай ұлттық жиһаздар біледі қазақтан? Сырмақ. Ұлттық тағамдар туралы. Бауырсақ, шелпек, қымыз, Ұлттық ойындар туралы. Айтыңдаршы. Тақия тастамақ, орамал, арқан тарту. Ұлттық ыдыстар туралы. ожау, Көбі, торысы, ұлттық ойын өрнектер туралы. сынық мүйіз, Сынық мүйіз, күлгілер, ұлттық әшекейлер туралы. Айтыңдаршы. шашбау, жүзік, сырға, Безік, безік, тұман. тұман. Жарайсыңдар балалар. Ұлттық құндылықтар туралы біледі екенсіңдер. Енді балалар, біздерге қараңдаршы, қонаққа кім келе жатыр? Алдар көсе. Алдар көсе келе жатыр. Сақалымда қалдым, сақалдырымның таза шайтанды да алдым.
білімдерін байқау үшін көп тапсырмалар әкелдім. Міне. Балалар, Алдар Көсеннің тапсырмалары бар екен. Алдар Көсеннің бірінші тапсырмасы мындай. Бірінші тапсырмасы математикалық есептер шығару, пішіндермен таныстыру. Бұлай болса, балалар, дөңгелек стол, бірінші дөңгелек столға барып отырамыз. Отырамыз. Балалар, есептер шығару. Бұл жерде асықтар берген. Асықтардың қосындысын шығарып жазу. Ал мына екінші тапсырмада пішіндерді орын-орнына жайғастыру. Неше асық пен неше асық? Қосындысын айта қой. Төрттен төртке қосу бір тең бес. Әден айта қой. Үш асық қосу екі асық тең бес. Жарайсың. Ажардан айта қойшы. Үшке қосу екі тең бес. Жарайсың. Ажардан. Ал Бердібай Мүсілім, сен қандай пішіндерді қойдың? Айта қойшы. Күршек. Күршек. Қандай? Түсі қандай? А мынау дөңгелек қандай түсі? Жарайсыңдар балалар. Енді енді балалар қараңдаршы, Алдар Көсеннің біздерге екінші тапсырмасы бар екен. Бұл үстел дидактикалық ойын, үстел үсті ойыны. Екінші дөңгелек столға отырамыз балалар. Балалар, бұл жерде кубикті Алдар Көсен тастайды, қандай асық түседі, сол асықтың астында суреттер жасалған. Сол суретті тауып айтуымыз керек. Çember balık
отырамыз сендерге. Дөңгелек тербей тұрамыз бала. Мында сен. Жарайсыңдар бала. Балалар, енді Алдар Көсенің тағы бір тапсырмасы бар екен біздерге. Алдар Көсенің тағы бір тапсырмасын орындайды. Фонарик ойыны шарты. Балалар, киіз үйдің арқасында торсық жасалған. Кім торсықты табады, сонымен ойын аяқталады. Киіз үйдің арқасында сәукеле жасырылды бензиналар. Астау, божау, бауырсақ, Енді сурет салу, торсықты бояу. Енді орындарымызға отырамыз балалар.
Балалар боядық па? Торсықты? Кім бітірді? Кім бояп болса, Қызылжан екінші бетін көк түспен бояймыз мына екінші мына көк түспен бояймыз енді. Мына көк түспен мына жағын бояймыз енді. Көк түспен екінші салып бояймыз. Кім бірінші бетін бояп болады, екінші бетін көк түспен бояймыз. Жарайсыңдар балалар. Әдемілеп бояды балалар. Балалар тамаша боянды. Ал енді мен балалар басқа балабақшаға. Енді балалар. Мен басқа балабақшаға барамын. Сендерге барлық тапсырмаларды орындаған үшін сендерге сыйлық әкелдім. Сыйлықты мен апайға беріп кеткен, өзім кетемін балалар. Басқа балабақшаға сау болыңдар! Zorla olmasa benim sen de Балалар, бүгін кіріктірілген ұйымдастырылған іс-әрекет біздің ұлттық құндылықтармен таныстыру. Алдар көше қонаққа келді. Ұлттық құндылық есептер шығару, пішіндерді рет-ретімен қою, үстел үсті ойындары. Бүгін ұйымдастырылған іс-әрекетіміз торсықты бояу. Осымен ұйымдастырылған іс-әрекетіміз аяқталды. Нармен, бүгін ұйымдастырылған іс-әрекетте немен таныстық біздер? Алдар көше қонаққа келдік ке? Нармен ойын ойнадық, есептер шығардық, жарайсыңдар. Кейін торсықты боядық, я? Торсықты кім бояды, көрсетіңдерші? Әне кім әдемілеп боядылар? Нармен, жарайсың. Әне Селим бояды. Медина, жарайсың. Кертебай Мүслім, көрсете ғой торсықты. Бұлай. Ұлттық құндылықтармен таныстық. Ұлттық құндылықтармен. Қызымыз торсықты бояды. Кертебай Мүслім ажалы. Көрсете ғой. Осымен ұйымдастырылған іс-әрекетіміз аяқталды. Балалар, сау болыңыздар. Балалар, қылқаламдарымызды қоямыз, орнымызда тұрамыз.